23 есепте дейді. Bir адамда 1 метрлік квадрат бар. Әрбір қабырғасы 1 метрге тең. Міне 1. Соның ішінде 2 шеңбер салу керек. Сол шеңбердің радиусы ең үлкен болу керек. Шеңбердің радиусы ең үлкен болу үшін ол квадраттың диагоналы бойынша орналасу керек центрлері. Міне мына шеңбер, 2 шеңбер осылай орналасқан. Центрі мына жерде жатыр. Және екеуі тура диагоналдардың қиылысу нүктесінде жанасады 2 шеңбер бір-бірімен. Яғни мына жартысы диагоналдың жартысына тең. Үлкен квадраттың диагоналының жартысы, диагоналының өзі түбір асты 2 болатын болса, оның жартысы түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Енді бұны тауып алдық. Енді келесі мына шеңбердің радиусын r деп белгілейік. R мына жер. Енді мына осы r-ден құралған квадратты қарастырайық. Онда мынау да r болады. Екеуі де r квадрат болады. Сондықтан осы r-ден құралған кіші квадраттың диагоналын есептейтін болсақ, ол бізде түбір асты 2 r-ге тең болады. Ал оған мына r-ді қосатын болсақ, онда ол үлкен квадраттың диагоналының жартысына тең болады. Қосылған r. Сонда мынау үлкен квадраттың диагоналының жартысы еді. R арқылы да оны өрнектеп алдық. Енді осы екеуін теңестіріп жіберсек, біз r-ді тауып аламыз. Мынаны қысқартып жіберейік. Түбір асты 2 мен 2-ні, сонда 1 бөлінген түбір асты 2. Мынадан r-ді жақшаның сыртына шығарайық. Түбір асты 2 плюс 1. Сонда r-ді табатын болсам, r тең 1 бөлінген түбір асты 2. Жақшаның ішінде түбір асты 2 плюс 1. Сонда r тең болды. 1 бөлінген 2 плюс түбір асты 2-ге тең болды. Міне есептің жауабы шықты. Ол бізде А жауабында.